Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге бар жоғы 15 минут уақытыңызды алатын осындай ерекше печеньенің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еру керек. Аздап қана тұз саламыз. 1 чай қасық ванильді қант саламыз. Қантымыз ерігенше тағы да араластырып, 100 грамм бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді өлшеп алған ұнымызға 1 чай қасық разрыхлитель қосып араластырамыз және қамырға салып, 2-ге бөліп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Өлшеп алған ұнымыздан артық ұн қосудың қажеті жоқ. Осындай біркелкі жұмсақ теста болып шығады. 2-ге бөлеміз, 1 бөлігіне какао қосамыз. Екі тестамызды ұзыншаға кетіп алып, бір-біріне біріктіріп, дәл видеодағыдай бөлшектерге бөліп печеньемізді дайындаймыз. Неге осылай кішкентай бөлшектерге бөліп, қолымыздың көмегімен домалатып, осындай печеньелер дайындап шығамыз. Енді противнімізге пардан немесе пергаментіне қағаз төсеп, 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Неге 10 минуттың ішінде осылай көтеріліп, біздің печеньелеріміз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.